Әлеуметтік желіде Алматы автобустарының ішінде адамдарының жаппай қысылып, тіпті есігін әрең жауып жатқан автобустарды көрген шығарсыздар. Сонымен қатар жүруге жарамсыз деп танылған тозығы жеткен автобустардың қайда жерленетінін естіген боларсыз. Қазір бюджеттен Алматыдағы қоғамдық көліктерді жаңартуға миллиардтап бөлінетін ақша жайлы түсіндіріп шығамыз. 25 қаңтарда Алматы қаласының қала мобильді басқармасы қала маршруттарын жаңарту немесе көбейту мақсатында 100 көлік сатып алуды жоспарлаған. Ұзындығы 18 метрлік 60 автобус және ұзындығы 10 метрлік 40 автобус. Оған әкімдік 11 миллиард 548 миллион теңге жұмсаған. Ұзын автобустардың құны 8 миллиард 574 миллион теңге болса, қысқалары 2 миллиард 974 миллион теңгеге шыққан. Енді ол қандай қоғамдық көлік екенін шолып шықсақ. Алматы әкімдігінің тапсырысын Астана Моторс тобының мекемесі Hyundai Trans Авто орындап шықты. Бұл автобустар газбен жүреді. Ал 8 тамызда Алматы Электротранс компаниясы журналистерге осы автобустарды таныстырып шықты. Билік өкілдерінің хабарлауынша, ірі автобустарды 37, 38, 38А және 201, ал шағындарын 24, 125, 131 маршруттарына бөлу жоспарланған. Жаңа Golden Dragon жақсылап күтіп айдаса 7-8 жыл пайдалануға болатынын да атап өтті. Автобустарды таныстыру кезінде қала автобустарынан бөлек 100 жаңа мектеп автобусы да көрсетілді. Мемлекеттік сатып алу порталына сүйенсек, оларда Алматы Электротранс 4 миллиард 676 миллион 800 мың теңгеге сатып алған. Тамыздың соңында әрдайым сынның астында қалатын Алматы әкімі Ерболат Досаев бұл автобустар қаланың 30 мектебіндегі 7700 баланы тасымалдайтынын айтты. Сондай-ақ ол келесі жылы билік өкілдері тағы да осындай 50 көлік алуды жоспарлап отырғанын да атап өтті. Жалпы әкімдік қала автобустарын сатып алуға 53 миллиард 648 миллион теңге жұмсаған. Сатып алынған заттың көлемді екеніне қарамастан, бұл аз ақша емес. Бес медиа журналистері 2017 жылдан 2021 жылға дейінгі аралықта Алматы әкімдігі 36,5 миллиард теңгеге 650 қала автобусын сатып алғанын есептеп шықты. Досаевтың сөзінше 2022 жылы билік өкілдері тағы 450 автобус сатып алған, бірақ келісім сомасы белгісіз. Сол жылы мемлекеттік сатып алу порталында жарияланған 2 лотты негізге ала отырып бағасын болжауға болады. 8 миллиард 720 миллион теңгеге 100 көлік сатып алу жоспарланып, бірақ тендерлер тоқтатылған. 2023 жылдың шілдесінде Қазнетте Алматы облысы Жетіген ауылындағы автобустар бейітінің суреті тарап кетті. Қоршалған тұрақта қатар-қатар, кейде бірінің үстіне бірі қойылған жақында ғана қала маршруты бойынша қатынап жүрген жүздеген автобус тұр. Қазір олардың көбінің дөңгелегі жоқ, терезесі сынған, салоннан бөлшектеп алған және көптеген қосалқы бөлшегі де жоқ. Бұл жерді Google карта арқылы да табуға болады. Суреттерде көбіне 2013 жылы сатып алына бастаған қытайлық Yotang газбен жүретін автобустар бейнеленген. Бірақ мұқият қарасақ, Лиаз маркалы көлікті де байқауға болады. Алматы әкімдігі оны 2017-2018 жылдары сатып алған. Власть интернет басылымы бұл зират туралы 2021 жылы тарқатып жазған болатын. Ол жақтағы автобустардың тіпті 10 жыл пайдалану мерзімі де өтпеген. 2021 жылы автобустардың бейітінде шамамен 97 автобус болған. Бірақ 2023 жылға қарай саны 723-ке жеткен. Мұндай мәліметті қала мобильдік басқармасы келтірді. Сонымен қатар көліктердің 15-і ғана жөнделген, ал 157-сі Алматы облысының байланысына берілетіні аталып өтті.